әкенің міндеті енді талқыланбайтын нәрсе. Ешқандай бір жерде заңмен, немен негіздеп жатудың өзі басы артық дүние. Мысалы үшін сіз ойлап қараңызшы былай. Мен былай салыстыруды ұстанамын да, әйел адам, мен жұмысым жоқ, немесе мен жағдайым жоқ деп, сол ажырасып кеткен әйел адам мысалы үшін, баласын аштан өлтірсе не істейміз? Ол әйел адамды алып біз үстінен күш қозғап соттаймыз. Қарап отырып баланы өлтірген үшін. Түсінесіз бе? Ал енді жаңа ата-анасы, әкесі жұмысы болсын мейлі, болмасын мейлі, ол енді тамақ ішетін шығар, ол киінетін шығар, олардың ішінде тіпті жақсы көлікпен жүретіндер де бар. Әркімнің атына жазып қойып, бизнесін басқа біреудің атына жазып қойып, жаңа әйеліне ерегісем деп, ал ол алимент, ол әйеліне емес, басқаға емес, ол балаға арналған дүние екендігін біз түсінуіміз керек шығар. Сонда ер азаматтарға айтарыңыз бар ғой? Ер азаматтарға айтарым бар. Сіз нұсқап көрсетіпсіз ғой сосын. Әрине, бұл жерде әрине бұл үлкен мәселе. Мен осы пандемия кезінде осы әйел азаматтарға көмегім болсын деп, мен тегін заңгерлік көмегімді осы Инстаграм арқылы көрсеткен болатын. Ең алғаш сол кезде Инстаграм қосылған. Сол кезде мен бұл проблеманы шынымен де көрдім көзіммен. Қаншама әйел адам жазды. Қарапайым мына талап арыз жазып беру, өтініш хаттар жазып беруден бастап элементарно қаншама кеңеске мұқтаж екендігін көрдім. Сол кезде маған бір үлкен апай бір ренжіп жазып еді, сіз немене әйел құқығы деп көтере бересіз, ер адамдардың құқығын қорғамайсыз деп. Мен айтамын, әйел адамның құқығының артында автоматты түрде енді 90-95% жағдайда бала әдетте анамен қалады ғой. Әйел адамның құқығының артында автоматты түрде баланың құқығы тұр. Баланың құқығы деген сөз болашақ ұрпақтың болашағы деген тұр. Сол себепті бұл мәселеге бейжай қарауға болмайды. Сондықтан біз кешегі мынау жеке сот орындаушыларға байланысты өткен үкімет сағатын айтып отырған шығарсыз. Онда жаңа айтылған ұсыныстардың ішінде біраз ұсыныстар айтылды. Соның бірі мынау шетелдегі бір кейбір жақсы практикалар бар. Осындай алимент төлемейтін. Алимент тек қана заңды қатайта бергеннен нәтиже болмайды. Ол азаматтарға қатысты моральдық басқа да жауапкершіліктерді жүктейді. Яғни ол адам жүріп тұруының өзін қиын қылып қояды. Егер ол көлік айдап жүрген болса басқа біреудің атына, онда оның автокөлік жүргізуші куәлігін алып тастайды. Жаңағыдай немесе тағысын басқа жұмысына байланысты, басқасына байланысты да мына қоғамда жүріп тұруының өзін қиындататын қосымша шаралар бар. Осыларды қарастыруды ұсынып жатырмыз. Ал жалпы менің өзімнің заңгер ретінде білетін дүнием, бұл мәселені мынау мүмкін жеке сот орындаушыларынан алып мемлекеттің өзіне қайтару керек шығар. Жеке сот орындаушылары өндіре алмай отыр, солардың жеке сот орындаушылардың бұл